10 қыркүйекте тұңғыш рет Казминералс тобының басқарма төрағасы Олег Новачук компания қызметкерлерімен тікелей желі арқылы тілдесті. Сұхбатқа топ құрамындағы барлық кәсіпорындар мен кеңседе жұмыс істейтін 900 адам қатысты. Аудиторияның 70%-ын өндірістегі қызметкерлер мен инженерлік техникалық мамандар құрады. Қатысушылар өздерін мазалаған сауалдарын арнайы ұйымдастырылған 17 нүкте арқылы жолдауға мүмкіндік алды. Тікелей желі қосымша 20 нысанда трансляцияланды. 3 сағатқа жуық уақыт ішінде Олег Новачук 70-ке жуық сұраққа жауап берді. Топ-менеджердің атына барлығы 170 сауал келіп түсті. Сегодня мы проводим первую прямую линию с участием Олега Николаевича Новачука, председателя правления группы Казминералс. У нас ведется трансляция на 40 точках по всем регионам присутствия, и нас видят и слышат не менее 650 человек. Дорогие коллеги, добрый день. Я очень рад, что мы впервые попытаемся с вами составить прямую связь. Думаю, что для многих будет интересно получить ответы напрямую от меня. Для меня будет полезно узнать, что беспокоит наших сотрудников. Тікелей желі компанияның өз ресурстарының көмегімен ұйымдастырылды. Барлығы корпоративтік байланыстар, ақпараттық технологиялар және қызметкерлерді басқару департаментінен 100 адам жұмылдырылды. Тікелей желіні ұйымдастыру туралы бастаманы осыдан 1 жылға жуық уақыт бұрын жүргізілген ішкі зерттеу барысында компанияның қатардағы қызметкерлері ұсынған болатын. Топ-менеджер мұндай сұхбаттарды жыл сайын өткізуге бел буып отыр.